Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгінгі біздің бағдарламада айтылатын мына пневмония. Пневмония деген өзі не ауру? Пневмония деген бұл өкпенің қабынуы. Өкпенің қабынуы деген әртүрлі себептерге байланысты болады. Бұл вирустардың әсерінен болады, бактериялардың әсерінен болады, және де қарапайымдылар немесе зеңдердің әсерінен болады. Тіпті керек десеңіз, мына өзіңнің адамдардың кәсіптік аурулары болады. Бұл жаңағы шахтерларды алсақ болады, немесе жол істейтін адамдар шаң тозаңмен жұмыс істеп жүрген кезде өкпелеріне неше түрлі бөгде заттар түсіп, сол өзі қабынуға алып келіп жатады. Бұның емі қандай? Пневмония кезінде өкпе тал сияқты. Талдың жаңағы жапырағы болады. Жапырақтың қызмегі оттегі алмасуға жауап беретін болса, адамның ішіндегі тал ол өкпе. Өкпе де оттегі алмасуға жауап береді. Егер де мысалға талдағы жапырақтар құрыса, тал қурап қалады. Ағзадағы өкпе құрыса, адамда қурап қалады десек те қателеспейміз. Бірақ осыны қалай анықтаған жөн болады? Өкпенің жаңағы жапырақ деп отқанымыз, өкпеде альвеола деген кішкентай ғана қапшықтар болады. Сол қапшықтың ішінде бізде оттегі кіріп, ауа сол жерде жылынып, қанның құрамына өтіп, ал қанның құрамынан келген көмірқышқыл газы сыртқа шығып кетіп жатады. Өкпе әрқашан да қозғалыста. Адам демалған кезде мұрынмен демалмайды, кеудемен демалады, және де мына кеудемен жаңағы ішті бөліп тұрған диафрагма деген бұлшықетпен демаламыз. Сонда былай қарап отырсаңыз, вакуум сияқты. Диафрагма төмен түскен кезде сіз өкпеге тыныс аласыз, диафрагма көтерілген кезде сіз ауаны шығарасыз. Сол себептен сіз жүректің соғуын қадағалай алмайтын болсаңыз, тынысты бақылауға болады. Тынысты тоқтатуға болады, тынысты қайтадан жақсартуға болады. Сол себептен жаңа тыныс алу гимнастикалардың пайдасы осыда. Енді пневмонияда барлығына антибиотикпен жүгіре берудің қажеті жоқ. Пневмония кезінде бұл вирустың әсерінен болса, соның түрін анықтау керек. Қазіргі кезде вирус деп айтып жатқан себебім, бізде COVID-2019 деген осы індет шықты, әлі де бұл пандемия жүріп жатыр. Бұл да өзінің кезегінде пневмонияларға алып келеді. Қандай пневмониялар? Бұл жаңағы интерстициальды пневмония. Жаңа басында айтқандай, альвеолалық қапшықтардың ішінде қабыну жүріп жатса, бұл жаңағы көбінесе бактериялардың әсерінен болатын пневмония. Ал енді вирустың көлемі кішкентай болған соң, мысалға айтайық, коронавирустың бар болған көлемі 0,12 нанометр. Ол жаңағы оттегі сияқты альвеоладан ары қарай қантамырдың ішіне кіріп кетеді. Қантамырдың ішіне кіріп кеткеннен кейін қантамырлар жүйесінде де аурулар туғызып жатады. Қантамырлар жүйесінде аурулар пайда болған соң, қанның құрамы бұзылады. Көптеген ұйытқылар пайда болады. Ұйытқы деп жатқанымыз тромбтар. Тромбтардың әсері ол өкпенің өзінің инфарктын алып келуі мүмкін, немесе жүректің инфарктын алып келуі мүмкін. Кейбір жағдайларда тіпті миға да әсері болып жатады. Енді өкпеге келіп тоқталайық. Өкпе сыртының қабатында, альвеоланың сыртқы қабатында қанның бәрі ұйып тоқтап қалған кезде, бұны интерстициальды пневмония дейміз. Альвеоланың эластикалық қызметі бұзылып, оттегімен қамтамасыз ету қиналады. Бұл жерде егер вирус болып тұрса, антибиотикпен емдеген дұрыс па, дұрыс емес па? Ол бірінші үлкен мәселе. Өйткені бізде коронавирус кезінде барлығымыз пневмония деп түрлі түсті антибиотиктерді пайдалана бастадық. Сол антибиотиктердің әсерінен біз көп зиян шектік па, пайда шектік па, оны уақыт көрсетеді. Бірақ көп жағдайда біз зиян шегіп жатамыз. Сол себептен пневмонияны бір-бірінен айырмашылығын анықтау керек. Пневмонияның айырмашылығын анықтау үшін оның қақырық анализдері бар. Нақауымсы жағы ПЦР нәтижесі бар, қан анализдері бар, тағы да көптеген анализдердің арқасында аурудың түрі анықталады, деңгейі нақтыланады. Сол деңгейіне сәйкес этиотропты немесе сол себебіне сәйкес ем жүргізіледі. Ем жүргізілу барысында әрине ковидпен ауырып одан жазылып шыққан бір мәселе, ал ковидтен кейінгі өкпенің жағдайы қандай болады? Жаңа басында айтып кеткендей, коронавирус кезінде вирустар қанның құрамына өтіп, қандағы ұйытқуларды шақырады деп. Сонда қарап отырсаң, жалғыз өкпеде өзгеріс болмайды. Басқа ағзалардың бәр жерінде өзгеріс болады. Сонда ковид дегеніміз бүкіл 12 мүше жүйенің барлығын бұзып кетеді. Орысша айтқанда провокатор. Былай қарап отырсақ, мысалға маған өзіме науқастар келіп отырады. Сол ковидпен ауырып болғаннан кейін басқа аурулар туындап жатады. Тіпті онкологиялық аурулар туындап жатады. Өкпесіндегі пневмония болған жердің барлығы үлкен тыртықтанып, фиброзирующий альвеолитке айналып жатады. Бұл адам ковидтен кейін тірі қалғаннан кейін өмір сапасын жақсарта алмай қалады. Ал өмір сапасын жақсарту үшін
бізге реабилитация керек. Мысалға жапон халқын алайық, тағы басқа жаңағы дамыған мемлекеттердегі елдерді алайық. Ол мемлекеттерде реабилитация адам ауырғаннан бастап қатар жүріп отырады. Ал бізде қалай? Біз өкпемен ауырдық, дәрілерін іштік, 3-4 күннің ішінде дене қызуы бәрі басылса, біз ұмытып кетеміз да жазылық дейміз. Бірақ ауру ағзадағы тоқтамай бізді басқа да өзгерістерге алып келіп жатады. Сол себептен қай ауру болса да оны реабилитация жасаған дұрыс. Ал енді пневмонияға оралайтын болсақ, пневмония мына көктем күздің кезінде көп өршиді. Бұның себептері көп жағдайда жаңағы ЖРВ дейміз, жедел респираторлық вирустық инфекциялар, немесе жаңағы ОРЗ, жедел респираторлы аурулар, жаңағы сырқаттар десек те болады. Бұл сырқаттар ағзаға кірген кезде сіздің ағзаңызда бұл вирус болсын, бактерия болсын, көбеюге өзіне жағдай тауып болады. Көбею барысында сіздің иммундық жүйеңіз соған төтеп бере алмаса, сол деңгейде тоқтата алмаса, бұл сіздің ағзаңызды улай бастайды. Уланған соң сіз әлсірей бастайсыз, дене қызуы көтеріледі, тамаққа тәбетіңіз төмендейді, салмақты жоғалту басталады, және де төсек тартып жатып қаласыз. Әрине, дәрігерлерге сенбеуге болады. Әрине, ютубтан, тағы басқа жерден емделсеңіз де болады. Бірақ бір сұрақ қою керек өзіңізге: кім ұтады одан? Дәрігердің ештеңесі кетпейді. Аптекадағы, дәріханадағы сізге дәрі сатқан адамның еш жерде кетпейді. Тек қана зиян шегетін сіз өзіңіз. Сол себептен, егер де осындай өкпе сырқаттарының шағымдары болатын болса, міндетті түрде дәрігердің кеңесін алыңыз. Қазақта айтады ғой, аурудың емін іздегенше ауырмайтын жолын ізде дейді. Ал егер де ауырып қалсаңыз, ауруды асқындырмай дер кезінде дәрігердің кеңесін алыңыз, көмегін алыңыз. Сол сізге дер кезінде көмек көрсетіп, ауруды асқындырмай қоғамға қайтадан оралуыңызға үлкен мүмкіндік береді. Ал егер де ауырып қалып жатқан жағдайда да тәуіп, емші, интернеттен ем іздеудің қажеті жоқ. Нақты кеңес алуға біздің клиникамызға келсеңіз болады. Сол жерде сізге кеңес жүргізіп, ұсыныстар беріп, дәрілеріңіз тағайындалады. Егер сізге ақпарат пайдалы болса, таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басып қойыңыздар.